Енді біз алдыңғы сабағымызда менің, сенің деген жалғауларды, қосымшаларды қосып үйрендік. Менің қаламым, сенің қаламың деген сияқты. Енді менің, сенің емес, белгілі бір адамның, белгілі бір нәрсеніңкі деп қалай айтамыз? Мысал ретінде мифтах дегенді алайық. Мифтах дегеніміз ол кілт. Мифтахун, иә? Сосын үй деген сөз бар. Бәйтун. Мынау кілт, мынау үй. Енді екеуінен қосып, үйдің кілті деп қалай айтамыз? Үйдің кілті. Екеуінен сөз тіркесі шығару керекпіз. Екеуі қосылып бір мағына беретін сөз шығару керекпіз. Бірінші, қараңыз. Үйдің кілті дегенде біз не туралы айтып тұрмыз? Кілт туралы айтып тұрмыз, иә? Соны жазамыз. Мифтаху. Мынау постоянно у болады. Кейбір кездерде өзгереді енді. Мифтаху дейміз да, одан кейінгі сөзді алифламмен жазамыз да, бәйт. Мынау касра болады. Екеуі қосылып, мудаф илайхи деген бір грамматикада есім аты бар. Енді пока что айтып жатырмын, оны сіздер білмейсіздер. Бәйти. Қараңыз, мифтаху әл-бәйти. Екеуін қосқан кезде мифтахул бәйти. Кілт үйдікі. Яғни үйдің кілті. Бірінші не туралы айтып жатырмыз, соны жазамыз. Одан кейін ненікі немесе кімдікі екенін жазамыз. Мифтахул бәйт. Үйдің кілті. Мысалы, Арманның мамасы. Бірінші Арманды жазайық. Арман. Сосын мама деген сөзді жазайық. Уммун. Енді бірінші кім туралы айтып тұрмыз? Арманның мамасы дегенде біз мамасы жайлы айтып жатырмыз, иә? Сол үшін осы екеуінен біз, өшіп қалды. Осы екеуінен біз сөз тіркесін шығарамыз. Мысалы, кім туралы айтып тұрмыз? Мамасы туралы. Умму дамы болады. Сосын Арман. Арман. Біз адамның атына алифлам жалғамаймыз. Адамның атына мынандай алифлам жалғамаймыз, тек өзін жазамыз. Арман. Умму Арман деген сөз уже Арманның мамасы. Немесе Абу. Абун деген әке. Мысалы, Омар дейік. Омар. Омарун, иә? Енді Омардың әкесі деуім үшін бірінші біз әке туралы айтып тұрмыз ғой. Абу Омари. Омари. Сонда Омардың әкесі. Бірінші кім туралы айтып тұрмыз? Сосын ол кімдікі? Омардікі ма? Исмаилдікі ма? Кімдікі? Соны жазамыз. Абу Омар. Енді мысал ретінде Бәйтуллах деп айтылады ғой. Соны көрейікші. Аллах деген Алланың есімі. Бәйт деген үй, иә? Бәйт. Енді екеуінен қосып Алланың үйі деген тіркесті шығару керекпіз. Біз Алланың үйі дегенде нені меңзеп тұрмыз? Үйді меңзеп тұрмыз бірінші. Бәйт. Бәйту Аллахи. Аллахи. Мынау дамма, мынау касра болды. Екеуін қосқан кезде Бәйтуллах, Алланың үйі деген шығады. Үйі. Енді мысалы Ибрахимның інісі. Іні деген ахун, иә? Аға, іні деген ахун. Ибрахим. Ибрахим. Иә? Қараңыз, Ибрахим. Енді біз кім туралы айтып тұрмыз? Аға туралы айтып тұрмыз. Немесе інісі туралы айтып тұрмыз. Соны жазамыз. Аху. Так. Аху Ибрахим. Ибрахим. Аху Ибрахим деген сөзіміз Ибрахимнің ағасы деген мағынаны білдіреді. Дәл сол сияқты, мысалы, Дастанның машинасы. Біз не туралы айтып тұрмыз? Машина туралы. Машина дегеніміз сайярату. Кімдікі? Дастандікі. Дастан. Сайярату Дастан. Мысалы, Фатиманың үйі. Бәйту Фатима. Фатиманың кітабы. Китабу Фатима. Айшаның досы. Садиқату Аиша деген сияқты тіркестерді
құрай беруге болады. Иншалла, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен дәрісіміз тәмам.